Ел президенті инсульт алды. Әртүрлі мессенджерларда дәл осындай мәтіндегі инсайдерлік ақпарат тарады. Бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады. Және бұл ақпараттың авторы кім болуы мүмкін. Билік басындағы ауыз түйіс кім қандай орынға жайғасты. Бүгінгі бағдарламада дәл осы сұрақтарға жауап іздеп, осы тақырыптар төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Армағайын, эфирде ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев таяудағы рейстерінің бірінде инсульт алды. Дәрігерлер оның жағдайын тұрақтандырды және асқынуларды алдын алды. Билікті беруге белсенді дайындық басталды. Өткен демалыста дәл осындай мәтінмен басталған жалған ақпарат тарады. Шын мәнінде президенттің денсаулығы қазіргі таңда жақсы ма, жаман ба, оны білмейміз. Себебі президенттің жеке өмірі мен денсаулығы құпия болуы заңмен шегеленген. Оны білесіздер. Бірақ бұл ақпараттың шындыққа жанасатыны туралы бірде-бір дәлел жоқ және ешкім оны растамады. Демек, бұл инсайдерлік ақпаратты фейк деп сенімді айтуға болатын секілді. Егер президент денсаулығына байланысты қызметінен кетер болса, онда парламенттің жоғарғы палатасының төрағасы президент болады. Ал мессенджердегі жалған ақпаратта келесі президент ретінде қазіргі вице-премьер Қанат Бозымбаев пен сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу қарастырылып жатқанын, сонымен қатар Сенат қауіпсіздік кеңесі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, бас прокуратура басшыларын ауыстыруға дайындық жүріп жатқанын жазған. Ал енді әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Президенттен кейінгі екінші лауазым ол Сенат төрағасы. Бұл орынға әлгі ақпаратта ақш мақұлдаса Нұртілеу Сенатты басқарады. Олай болмаса онда Қанат Бозымбаев келеді деген. Бұл енді мүлдем ақылға қонбайды. Әрине, Вашингтонның мақұлдауы Мәскеудің мақұлдауына қарағанда жақсырақ болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл анық жалған ақпарат. Тіпті оны дәлелдеп жатудың да қажеті жоқ. Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу Сенат төрағасы болуы әбден мүмкін, себебі ол қазіргі президенттің сенімді өкілдерінің бірі. Ал оның орнына Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Ермек Көшербаев келуі мүмкін. Бірақ бұл ауысулардың тез арада орын алып қалуы мүмкін емес. Сонымен қатар фейк жаңалықта Қазақстан Республикасының жаңа президенті жеңіс шеруіне қатысатынын жазған. Менің ойымша Қазақстанның ішіндегі саясатты ақш қатты әсер етпейді, ақштың пікірі. Осы жерде бізде Қазақстанның ішінде ішкі саясатта өте мықты тек қана екі мемлекеттік пікірлер, Қытай мен орыстардың. Сондықтан осы жерде өте өтірік. Бізде Қазақстанда егер осы екі адам дейсіз, біріншіден біз Тасмағамбетов мырзаны ұмытпайық. Ол бір. Екіншіден, осындай фейк шығарған кезде именно сол адамды ертең жою керек. Соған бәрі қарсы шығады. Содан бәрі қорқа бастайды дегендей. Түсінесіз ба? Сондықтан осындай фейктер жасады. Мынау болады. Мынау болады деп, ол кімге көрсетеді, соны жою керек деген сөз ғой негізі. Ол Назарбаев кезінде де оған сол дәл осындай. Оның алдында қаншама тарихта бар ондай. Кім екінші адам болады, сол билікке кім келеді деп, сол адам, қалған адамдар бірігіп жойып кетеді. Өлтірек демейін енді, жоқ қылып жібереді деген. Біріншіден, бізде Нұртілеу мырза ол дипломат. Өмір бойы дипломат болып істеп жүрген. Сондықтан оны өте көп қатынасы бар. Қытайлармен де қатынасы бар. Дипломат болғаннан кейін. Орыстармен де бар, ақшпен де бар, бәр жақта. Бірақ ол дипломат. Енді Бозымбаев ол жағынан ол хозяйственникте болды, ол министр болды, ол вице-премьер қазір болып жүр. Оның алдында кім болды? Себебі ол оның опыты өте көп. Кім болады, қалай болады, мен айтпай қояйын да. Өз пікірімді де айтпай қояйын. Себебі айтып отырмын ғой, кімге қазір
көп, сіз айтасыз, мен айтамын, 10 адам айтады, 100 адам айтады, сол адамды жоқ қылады. Сондықтан оны күтейік, көреміз. Енді премьер-министрлікке келсек, бұл орынға басты үміткер ретінде Алматы қаласының қазіргі әкімі Ерболат Досаев. Бұған сенат спикері кейпіндегі елдегі екінші тұлғаның балама үміткері Қанат Бозымбаевтың күлуі мүмкін. Досаев мырза бұл орынға үміткерлердің бірі, бірақ басты үміткер емес. Егер ол Алматыдан Астанаға кетсе, қала тұрғындарының қуанатыны анық, бірақ мегаполиске келген әрбір әкім бұрынғы әкімдерден нашар болып шығатын үрдіс бар екенінде ескерген жөн. Бір сөзінде нақты факті мен шынайылық жоқ әлгі ақпаратта экс-президент үй қамақта. Сол үшінде Темір Құлыбаев пен Нұралы Әлиев Транстелекомды не сатуға, не беруге мәжбүр болды делінген. Бұл да бір айла болуы мүмкін. Осы жазылған ақпараттарға қарамастан бұндай жалған ақпарат тарату кімге керек болды деген сауалға келсек. Біздің ойымызша бұл фейк жазбаның авторлары ескі Қазақстан өкілдері сияқты. Бұл туралы Жарқын Күрентаевтың да ойын біліп көрдік. Негізі ол бәрі фейк қой, фейк. Себебі оны түсіну керек, ол фейктің артында не бар, кім бар, не үшін ол істелінді деген. Егер біз сондай сұрақтар өз-өзімізге қоймасақ, тағы болмайды. Енді өзіңіз бүгін ақпарат шықты, Тоқаев мырза қазір Иорданияда да жүр, мысалы. Егер инсульт алатын болса, ол сол жерде жүре ме негізі? Сол негізі сол инсульттың дәлелі ғой, жоқ екен, фейк екен. Бірақ оны әдейі біреу істеді. Осы біз білеміз, осы қараша айдан бастап бізде өте көп осындай фейк болып жатыр. Сол енді менің ойымша бізде бірдеңе дайындалып жатқан сияқты. Мен білгенім, қазір өте көп аналитический справкалар бар, жоғары жаққа жібереді, анықтамалар. Сондықтан қазір мысалы, давайте осы қаңтар оқиғасын есімізге түсірейік, қалай басталды. Анда ойбай кетті, Ақтаудан басталды, ар жақтан. Сосын кейін ары қарай жариялап кетті, тарап кетті сол хабар. Сосын кейін осы жерде оңтүстікте өте көп, себебі бізде оңтүстікте қазақтар көп қой, соның бәрін алып шығарып көтеріп дегенде, сөйтіп қаңтар болып кетті. Дәл сол технология бойынша қазір бізде соны да дайындап жатыр. Не десеңіз де технология өзгерген жоқ. Баяғы заманнан келе жатқан технологиялар ғой. Ана жақтан фейк тастайды, ар жақтан фейк тастайды, сосын кейін халыққа кішкене жоғары жақтан биліктен түсіп жатқан бұйрықтар басқаша болып көрінеді, сөйтіп кетеді. Осы жерде негізі біздің үкімет өте қиын қазіргі заманда біздікі. Себебі ол жерде мысалы егер бізде аппарат президенті да бізде 20, 30, 50 адам болса, үкіметке қаншама министерство кіреді. Министерствоның замдары бар, оның руководитель аппарата бар, ол госсекретарлар, оны бірдеңке сөйтіп кете береді. Даже министрдің өзін айырбастаған кезде, оның ар жағында түбінде кім бар, біз білмейміз, билік білмейді. Қандай мақсатпен оның бәрін істеп жатқан. Мысалы НДС, алтты 20% көтеріп отыр. Енді кішкене ол жағынан кішкене президент мырза 16-ға түсірейік деп шығарды. Ол керек. Даже соның өзінде де өте қиын. Кімге ол керек? Кино бар ғой, Шерлок Холмста, дедуктивный метод деп. Сон дедукцияны қосқан кезде, сол кімге ол керек? Тек қана ескі Қазақстан адамдарына. Ол қазір, енді мен қазір бекерден бекер үкімет жөнінде айтқан жоқпын, себебі үкіметтің ішінде өте көп ескі Қазақстан адамдар. Кім екенін біз білмейміз. Сондықтан ескі Қазақстан ісі ғой негізі.
Естеріңізде болса, алдыңғы бағдарламада Назарбаевтың үлкен қызының жасаған ақпараттық ресурстары туралы айтқанбыз. Бұл жерде ұлттық қауіпсіздік комитеті 300-ден аса сайттар мен ақпараттық ресурстар болуы мүмкін екенін айтқан еді. Бүгінгі билік басындағы ауыс-түйіс туралы жалған ақпарат таратқан ескі Қазақстан өкілдері деуіміздің негізгі себебі осы. Өткен жұма күні түстен кейін президент Тоқаев Тамара Дүйсенованы премьер-министрдің орынбасары қызметінен босату туралы үкімге қол қойды. Назарбаевтың тұсында Дүйсенова ханым денсаулық сақтау министрі, одан кейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болды. Яғни алғысы жоқ, үнемі сынның астында жүретін қызметтерде. Естеріңізге сала кетейік, ол кезде премьер-министрдің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Дариға Назарбаева болды. Осы саладағы жетістіктері үшін барлық құрметке ие болған еді. Ал сын мен таяқ министрге тиетін. Содан кейін ол үкіметтен жұмыстан босатылды және ол бәрінен шаршағанын айтып кеткен. Қаңтардан кейінгі кезеңде Тамара Босымбекқызы еңбек министрінің төрағалығына қайта оралып, 2023 жылдың 2 қыркүйегінен 2025 жылдың 14 ақпанына дейін таза премьер-министрдің орынбасары болды. Бірақ ол кісі жұмыссыз қалмады. Президенттің көмекшісі болып транзиттік қызметке орналасты. Бірақ оның орнына 2023 жылдың жазынан бері Шығыс Қазақстан облысының әкімі болып келген Ермек Көшербаевтың тағайындалуы күтпеген жағдай болды. Жалпы Ермек Беделбайұлы Тоқаев командасының адамы деп аталады. Ол соңғы 6-7 жылда дипломатиялық жолмен жүрді. Қазақстанның Ресейдегі елшісі, сыртқы істер министрінің орынбасары және сол сыртқы істер министрлігінде жауапты хатшы болды. Ауыл шаруашылығы министрлігінде сол жауапты хатшы және министрдің орынбасары. Бердібек Сапарбаев кезінде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары. Әр жылдары Дариға Назарбаева және Нұр Отан партиясымен байланысы бар Рауан Медиа Групп медиа холдингінің бас продюсері және бас директоры қызметін атқарды. Айтпақшы, ол билік партиясында орталық ақпарат басшысы болды. Сондай-ақ 2000 жылдары Көшербаев мырзаның Қазмұнайгаз, Қазэнерджи және Темір Құлыбаев басқаратын басқа да компанияларда, соның ішінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында жауапты қызметтерді атқарғанында айта кетейік. Көшербаев Қасым-Жомарт Тоқаевпен 90-шы жылдары сыртқы істер министрлігінде жүргенде танысса керек. Сол үшін де Дүйсеноваға қарағанда Көшербаевқа көбірек сенім артады деп ойлауға болады. Енді бізде соцблок дейді оны, Тамара Дүйсенова басқарған үкіметтегі блок, әлеуметтік блок. Бұл ең күрделі блоктардың бірі. Себебі халық ең көп талап ететін осы әлеуметтік блоктан көп талап етеді. Сондықтан бір жағынан президенттің бұл қабылдаған шешімін түсінуге болады. Себебі қазір өте маңызды әлеуметтік медиа бойынша. Бұл бір маңыздылығы. Екіншіден, менің ойымша Тамара Дүйсенова осы лауазымда атқаратын, бере алатын нәрсесін беріп болды. Осы лауазымда істейтін дүниесін жасап болды. Меніңше ол кісі өзінің де басқа бір бағытқа немесе бір кішігірім үзіліс жариялауды қалады ма мүмкін, өзінің де ұсынысы болуы мүмкін бұл дүние. Ермек Көшербаев лайықты ма? Бұл бағана айтып өттім, бұл блок өте жауапкершілік талап ететін блок. Ермек Көшербаев енді қазір егер Шығыс Қазақстан облысын басқармай отырып осы лауазымға тағайындайтын болсақ, лайықтылығына қатысты сұрақ көп болар еді. Ал енді кішкене болсын, қазір облысты басқарды, яғни үлкен бір облыстың әлеуметтік жағдай, әлеуметтік мәселелерін, шаруашылық, экономикалық мәселелермен айналысты. Енді мен енді экономист емеспін, бірақ экономистер баға беріп жүр, қаншалықты басқарды Шығыс Қазақстан облысын. Бірақ сол қысқа уақыттың ішінде бір тәжірибе жинаған сияқты. Екіншіден, президенттің бұл тағайындауында, яғни Ермек Көшербаевты тағайындауында белгілі бір логика бар.
бұл логика жайлы Тоқаев ана тілі газетіне берген сұхбатында айтып өтті. Яғни ол бұл сұхбатта премьер-министр, яғни Олжас Бекеновпен кездескен кезде, яғни ол желтоқсан айында кездескен былтыр. Сол кезде өңірлерде тәжірибесі бар саясаткерлерді орталыққа алып келу мәселесін көтерген деп айтқан, осы мәселені талқылағанбыз деп. Яғни сол логикаға сай, Ермек Көшербаевты орталыққа алып келіп отыр. Яғни бұл жерде белгілі бір логика бар. Орталық атқарушы органдардағы жоғары лауазымдарға тағайындамас бұрын өңірлерде тәжірибе жинақтап барып алып келіп отыр. Яғни мұндай логика барлық тағайындауларын байқауға болады. Шығыс Қазақстан басшысының бос орны 3 күнге бос қалды. Дүйсенбі күні бұл жұмысты әкімнің бірінші орынбасары Нұрымбет Сақтағанов қолға алды. Соңғы 10 шақты жылда шағын үзіліспен Шығыс Қазақстан облысында жұмыс істеді. Аудандар мен Семей қаласын басқарды. Сонымен қатар әртүрлі уақытта әкімнің орынбасары қызметін атқарған еді. Енді ол облыс әкімі. Абай ауданының әкімі де шу астында ауысты. Жұма күні облысты 2022 жылдың маусымында қалпына келтірілгеннен бері басқарған Нұрлан Ұранхаев қызметінен босатылды. Ол әлі басқа жұмыс таппады, бірақ оның орнына отырған су жаңа әкім демалыс күндері ел аузында болды. Мүмкін сіз де талқылаған шығарсыз. Ендігі Абай облысының әкімі қызметіне президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли тағайындалды. Уәли мырзаның кандидатурасы біраз жылдар бұрын болжамды түрде талай айтылған болатын. 2022 жылы Берік Уәли өзінің қызметін хабар басқармасының төрағасы болды. Бірақ 1,5 жылдан кейін қызметтік куәлігіне президент кеңесшісі деген жазуды қосып бұрынғы жұмысына қайта оралды. Ал осы аптада облыстық мәслихат депутаттары оның кандидатурасын таңдап Тоқаев тиісті бұйрыққа қол қойды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың да баспасөз хатшысы лауазымына, яғни Берік Уәлидің орнына баршаңыз білетін Руслан Желдібай келді. Орындар ауысуы мұнымен аяқталған жоқ. Дүйсенбі күні таңертең президент алдымен ұлттық банк төрағасының жаңа орынбасарын тағайындады. Оның орнына ұлттық банкте 90-шы жылдардың аяғынан 2014 жылға дейін жұмыс істеген қоғамға бұрыннан белгілі Ерлан Жамаубаев келді. Одан кейін президент Назарбаев әкімшілігінде және өтпелі кезеңде әртүрлі бөлімдерде басқарды. 2020 жылы Жамаубаев Асқар Маминнің кабинетінде қаржы министрі болды. Қаңтар оқиғасынан кейін ол өз орнын сақтап қалған санаулы адамдардың бірі. Жаңа ескі Қазақстан деп осы категорияға бөлген кезде мәселені түсінуіміз керек та. Бұл сын лайықты. Ескі Қазақстанда жұмыс істеді, жаңа Қазақстанда жұмыс істеді деген. Бірақ соңғы 2 жылда көп саясаткерлер жаңа бір жағдайға бейімделді. Яғни олар егер осы жағдайға бейімделмесе, саясатта жүрмес еді. Біріншіден билік алмасу өтті, яғни транзит толық аяқталды. Оны мойындауымыз керек. Толық аяқталды транзит. Мемлекет басшысының президент институтының саяси билігі қалпына келтірілді. 19-22 жылдар аралығында бұл президент институты екінші орынға түсіп еді. Өзіңіз білесіз. Яғни бұл қауіпсіздік кеңесінің төрағасы бірінші орынға алға шығып кеткен. Сол 19-22 жыл аралығында президент институты әсерген болатын. Одан кейін қазір ол өз қалпына келді. Ерлан Жамаубаев осы лауазымға тағайындалған кейін кеңесші болып, президенттің кеңесшісі. Демек, сол аралықта берген, оған дейін енді кімнің бұрынғы экс-премьердің орынбасары болды, қаржы министрі болды. Одан кейін президенттің кеңесшісі болды. Енді орынды кеңестерге беру мүмкін, яғни қаржы саласына байланысты. Бұл жерде тағы бір айта кететін жайт. Менің ойымша, Ерлан Жамаубаевты тағайындаудағы биліктің логикасы мынаған сай келеді. Біз бұрыннан, баяғыдан үкімет пен ұлттық банк арасында үнемі түсініспеушілік болған.
екеуінің де атқаратын қызметі функциясы екі түрлі да, сол үшін үнемі мүдделер қақтығысы болады. Бұл қалыпты жағдай, бұл үнемі болатын дүние. Ал Елжан Жаманбаев ол ұлттық банкта жұмыс істемеген адам, ешқашан жұмыс істемеген. Ол үнемі бірнеше жылдан бері осы үкімет құрылымында жұмыс істеген. Яғни банкке, ұлттық банкке үкіметтің де позициясын білетін адамды енгізу қажет болды деп ойлаймын. Міне, ел президенті жасаған негізгі ауысулар осындай. Жаңа есімдер жоқ, сол баяғы қазан ішінде қайнап, бір терінің пұшпағын елеп жүргендер. Бұл ауысулар елге қандай өзгеріс әкеледі, оны уақыт көрсетер. Бірақ жай орындарын ауыстырғаннан айтарлықтай үміт күтіп қалмаңыздар. Қосындының орнын өзгерткенмен оның мәні біреу ғана. Бүгінгі бағдарламада айтарымыз осы, құрметті көрермен. Ел дауысы бұл елдің үні. Егер де сіздерде бір қандай да бір мәселе туындаса, біздің төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Мәселе айтылғанда ғана шешіледі. Бізде міндетті түрде кері байланыс болады. Бүгінгі бағдарламаны дайындаған Елмедиа журналистік зерттеу бөлімі және мен Талаптан Иманбай, жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.